Бір ауылдың ертұрман жасайтын қарт ұстасы қайтыс болады. Бұған ауылдың барлық есектері қуанады. Есектер жиналып ауыл маңындағы алаңда құлақтарын қайшылап құтырынып сайран салады. Бір жасы келіп қалған кәрі есек қораның қасында жатыр еді. Жас есектер ойнақшып соның қасына келді. Есек аға, хабарыңыз жоқ-ау деймін. Ертұрман дайындайтын ұста қайтыс болды ғой. Не бопты қайтыс болса? Енді арқамыз ер-тоқым батып жауыр болмайды. Еркіндікте боламыз. Ертұрман жасайтын ұста жоқ, қыр сайранды аралап, қалағанымызша өмір сүреміз. Кәрі есек жастардың қуанышына аңырап күліп алды. Әй балдар-ай, сендер қуанудың орнына қайғыру керексіңдер. Қайтыс болған ұста тәжірибелі маман еді. Жақсылы жаманды әр есектің жонарқасының өлшемін білетін, арқамызға батып жауыр болмайтындай ертұрман жасайтын. Ертең бір тәжірибесіз жас ұстаны табады ғой. Арқаларың жауырдан көз ашпайтын болады. Сол кезде көрермін күлгендеріңді. Ең дұрысы сендер ертұрман жасайтын ұстадан құтылудың емес, есектіктен құтылудың жолын іздеңдер. Сендер сияқты есектер бар кезде сендерді ерттеп мінетін біреу табылады деді. Бұл хикая бізге шынайы еркіндік бізді басқарып отырғандардан емес, өзіміздің надандығымыздан, тәуелсіздігімізден және есектігімізден құтылу арқылы қалыптасатындығын анық көрсетіп отыр. Демек, есектігіңді жалғастыра берсең, ерттеп мінетін біреу міндетті түрде табылады.